Баршаңызға қайырлы кеш, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді бисквитный пирог дайындайтын боламыз. Үй жағдайында жасалатын ең оңай пирогтың түрі. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқаны жарып аламыз, одан соң құмшекерді саламыз, екеуін жақсылап, ақ көбік болғанша миксерлейміз. Ең бастысы құмшекеріміз жақсылап миксерленуі қажет. Ендігі кезекте кез келген 20% қаймақты қосамыз. Және де оның үстіне сұйық майымызды қосып, екеуін тағы да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Сонымен қатар достар, менің арнамда бұдан да көптеген керемет рецепттерді көре аласыздар. Ол үшін менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Лайк басып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сұйық массаларымызды осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін електен өткізілген жоғарғы сортты ұнды және разрыхлителді қосып, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Ендігі кезекте дайын болған пирогымызды 22 диаметрлік формамызға құйып, алдын ала қызып тұрған 160 градус пешке 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Бетіне кез келген жемісті салсаңыздар болады. Мен қатырылған құлпынайды қостым және бетіне миндальный слайсыды сәндік үшін сеуіп қойдым. Өте дәмді керемет пирог. Үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай, дәмі де керемет. Сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Айнұр, қош сау болыңыздар.